дарынды балаларға мамандандырылған Лорд мектеп лицей интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Әзімбаева Рахат Умашқызы. Әдістемелік тақырыбым қазақ тілі сабақтарында оқушылардың белсенді әдіс-тәсілдер арқылы коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру. Осы әдістемелік тақырыбыма сай 3 ықшамдалған сабақ ұсынамын. Жеті миллиардтай адам, сондай-ақ өсімдіктер мен жануарлардың миллиондаған түрі өмір сүреді. Осы уақытқа дейін бүкіл әлемнен бізге жайлы қоныс болуға жарайтын басқа ешбір планета тапқан жоқпыз. Сондықтан өз планетамызды аялап ұстау өте маңызды. Ал енді құрметті оқушылар, біз көрген бейне баян бойынша, бейне фильм бойынша сұрақтарға жауап берейік. Ал енді тақтадағы сұрақтарға кім жауап береді? Бұл не? Оған мағыналы сөздер айту керек. Максим? Бұл планета, жер шары және адамның мекені. Жақсы. Ол қандай? Ол үлкен және әдемі и шар тәріздес. Ал жер не істейді? Айналады, бізде тартады және бізде асырайды. Тамаша, жақсы. Ал енді және бейнефильмде айтты, жер күн жүйесіне жатады деп. Ал енді суретте жер серігін кім көрсетеді? Бұл күн жүйесі. Күн жүйесінде жер үшінші орында орналасқан. Жерде жер серігін ай. Жақсы. Ал енді егер мұқият тыңдасаңдар, және бейне жазбада не туралы айтты? Планетамыздың серігі Артем қайталады, ол не? Планета біздің серігі ай. Планетамыздың серігі ай. Ал біздің планета кімді қашан пайда болды? Біздің планета 5 миллиард баста пайда болды. 5 миллиард? Жыл бұрын, тамаша. Ал енді жер тобына жататын қандай тағы басқа планеталар бар? Жер тобына жататын қандай планеталар бар тағы? Шолпан және Меркурий. Және Марс. Марс, жақсы. Ал енді біз айттық, және бейне фильмде адамның мекені дедік жер. Ал енді адам жер қабатының қайсысында мекенді өмір сүреді? Қай қабатында? Биосфера. Жақсы, кел, Димат тақтаға кел. Биосфера неден тұрады? Және оның құрамы қандай? Және онда мекендейтін тірі организмдер адамнан басқа қандай? Бірінші бұл атмосфера. Атмосфераның құрамы бұл газ тәріздес. Химиялық құрамы бұл азот және оттегі. Атмосфераның тірі организмдер бұл балықтар және тағы басқа. Балықтар? Балықтар? Атмосферада балықтар ма? Кім айтыр? Онда не? Құстар. Гидросфераның құрамы бұл сұйықтық. Химиялық құрамы H2O. Гидросфераның тірі организмдер бұл балықтар және басқа. Және жәндіктер. Келесі литосфераның құрамы және бұл топырақ және тастар. Литосфераның тірі организмдер бұл жануарлар және адамдар. Адам. Біз биосферада тұрады дедік, жақсы.
Ал енді біз биосфераны тағы табиғат деп айтамыз, адам мекендейтін. Ал енді табиғат деген не? Кім айтады? Табиғат деген не? Түсіні. Бұл далалар, таулар, балықтар, жануарлар, құстар. Құстар ма? Бұл не? Гүлдер. Өсімдіктер. Өсімдіктер. Жақсы. Балықтар, құстар, таулар және гүлдер. Жақсы. Яғни бұл қоршаған орта. Жақсы. Адамды қоршаған орта, Ал енді біздің Қазақстанның табиғаты қандай? Кім айтады? Рома? Келе ғой. Казахстанның табиғаты түрлі ол дала, орман, өзен және көлдер, шөлейт, жазық және шөл. Қазақстанның ландшафт әртүрлі. Жақсы. Ал енді біздің жерде, біз айттық, жер бір организм, онда әртүрлі құбылыстар болып тұрады. Біз физика-математикалық сыныппыз, сондықтан да біз сол құбылыстарға мысал келтірейікші. Ол қандай құбылыстар екен? Жер планетада біз механикалық, оптикалық, жылу дыбыс және электромагниттік құбылыстар бар. Механикалық құбылыстар мысалы бұл жаңбыр және жел. Оптикалық құбылыстар мысалы бұл кемпір-құрсақ және найзағай. Жылу құбылыстар бұл ауа райы. Дыбыс құбылыстар бұл күн күркіті және электромагниттік құбылыстар бұл солтүстік және оңтүстік магниттік полюсы. Сонымен қатар біз осы біздің планетамызға адамның әрекеттерін білеміз. Енді қандай әрекеттер бар адам тарапынан? Пайдалы және зиян. Ал қандай пайдалы, қандай зиян әрекеттері бар? Пайдалы бұл қоқысты тазалау, сенбілік жасау, ағаштар отырғызу. Ал енді табиғатты қорғайтын заңдар бар ма бізде? Иә, Қандай? экологиялық кодекс, орман кодексі, су кодекс және қызыл кітап. Жақсы. Ал енді қандай зиян? Зиян бұл Әрекеттері бар. ауаны орман ластайды. Сонымен адам не істейді? Өзіне зиян келтіреді. Жақсы. Ал енді біз айттық, жер организм деп. Ол жердің өзінің табиғи құбылыстары болады. Ол қандай құбылыстар? Тимур? Өрт, жанартау, жер сілкінісі, цунами және тағы басқа. Бұл құбылыстар адамның зиянына келеді. Адамға зиян келеді. Енді олай болатын болса, біз енді қазір мәтінмен жұмыс істейміз. Екі мәтінмен жұмыс істейміз. Бірінші мәтін ол бірінші топтікі, екінші мәтін ол екінші топтікі. Осы мәтіндерде қазір жәнегі табиғи құбылыстар туралы толығырақ айтатын боламыз. Ал енді мәтіндерді мұқият тыңдаймыз. Мәтіндермен жұмыс барысында нені ескереміз? Тақтаға назар аударыңдар. Бірінші, не істеу керек, Зарина? Мәтінді оқу, содан керек сызба дайындау, сонда сұрақтар құру және өз жауабына дерек кіргізу. Тапсырма бәріне түсінікті ғой? Түсінікті болса, онда жұмысымызды бастаймыз. Мұқият боламыз, бәріміз бірге әрекет етеміз. Сосын әр топтың атынан бір спикер тақтаға барып
орналасқан. Жақсы. Тамаша. Бразилияда. Где там же написано, где именно? Амазон положение Ташады. Мұхитының оңтүстігіне қарай орналасқан жанартаулық Гауа аралындағы аборигендер үлкен зардап шегуде. Себебі олардың тыныс алу жолдары мүшелеріне ауруына шалдыққан. Аралда ауызсу тапшы болғандықтан аборигендерге ауыз суды көршілес жатқан аралдардан әкеледі. Аралда ауыз суы жетіспеушілігін үш себебін анықтаңыздар. Бірінші бұл қышқыл жаңбыр жауады, екінші бұл атмосфера ластанады, үшінші бұл судың барлық көздері ластанады. Жанартаулардың атқылауының адам денсаулығына тигізетін зиянын үш буыннан тұратын себеп салдардар тізбегін құру арқылы түсіндіріңіздер. Бірінші бұл жанартаудың күкірт бөлінуі. Екінші бұл ауамен реакцияға түсіп, күкірт қышқылы қалыптасуы. Үшінші бұл көз, мұрын және тамаққа зиян істейді. Рио-Негро мен Солимойс Бразилияда орналасқан. Бұл өте қызықты өзендер. Олар 6 шақырым бойы араласпайды. Рио-Негрудың тұсы қара және Солимойс тұсы сары. Бұл себебі олар жылдамдық, температура және су құрамы әртүрлі. Рио-Негроның температура 28 градус Цельсий. Және жылдамдық сағатына 2 шақырым. Және Солимойс температура 22 градус Цельсий және жылдамдық сағатына 5 шақырым. Рио-Негро мен Солимойс өзендері суының 6 шақырым бойы араласпай, ағылының себебі қандай? Судың температурасы жылдамдығы, тығыздығының әркелкілігі. Рио-Негро өзені суының тұсы қара болуының себебі неде? Рио-Негро өзені орман тығыздығы жоғары аймақтармен ағып кетеді. Мұндай жерлер арқылы ағып өткен өзендер суының тұсы қышқыл немесе қара болып келеді. Подожди, вот граница 6. Бос орындар қалдырмаңдар. Мына жерде қанша көлемі қанша екен соны. Жер аумағы, иә? Жер аумағы, иә. Табиғаты бар, тамаша. Енді мына жерде біраз суреттерді көтсеңдер, біраз жазуларды азайтып біраз. Бос орын қалдырмаймыз, иә? Және критерийлерді ескереміз, критерийлерден ауытқымаймыз. Шығыс Қазақстанда қош келдіңіз. Табиғаты облыс орталығы Өскемен және жер аумағы 283 шаршы километр. Шығыс Қазақстанда өзендер, таулар және көлдер бар. Ертіс өзеннен шығысында бұл кенді
Коксу, Текерек, және Алтай. Ертіс өзінен батыста бұл Қалба жотасы, Ақшатау жылалары. Және Колдер бұл Сосыкөл, Маркакөл, Алакөл, Зайсан, Балхаш. Шығыс Қазақстанда тағы табиғи қорықтар бар. Бұл екі мемлекеттік қорықтар, Маркакөл және Қолжолдың. Бұл табиғи қорықтарға әртүрлі өсімдіктер, жануарлар және балықтар бар. Тағы онда мәдени және тарих ескерткіштер көп. Олар драма театры, әртүрлі мұражайлар, мысалы бірінші президенті мұражай және бейнелеу өнер мұражайы. Солтүстік Қазақстанға қош келдіңіздер. Солтүстік Қазақстан. Құрамына Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақмола, Павлодар облыстары жатады. Аумағында Қазақстан Республикасының астанасы Астана қаласы орналасқан. Ірі қалалары Павлодар, Петропавл, Қостанай, Екібастұз, Көкшетау. Топырағы және өсімдіктер. Солтүстік Қазақстанда екі зоналар бар. Бұл орманды дала және дала. Ол Қостанай және Солтүстік Қазақстан облысында таралған. Бұл топырағы мысалы. Солтүстік Қазақстанда Қорғалжын қорығы орналасқан. Қорғалжын қорықта әртүрлі жануарлар және өсімдіктер қызыл кітабына жататын бар. Қазақстанның қызыл кітабына енген екі түсті қызылдар, көкшіл жуа, Орал миясы және тағы басқа бар. Бұл жануарлар әртүрлі мысалы. Бүркіт ол Солтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Және әртүрлі жануарлар Қостанайда болады. Солтүстік Қазақстанда Бурабай курорты бар. Ол Қазақстанның Швейцариясы. Солтүстік Қазақстанның ландшафт. Солтүстік Қазақстанның аумағы 712 мың шаршы километр. Аумағының 80% дерлігін шолды жазықтар және біраз көлгінің Тянь-Шань мен Жетісу атауын батыс және солтүстік сілемдері және тауды қырқалары алып жатыр. Бұл таулардан Шу, Іле, Қаратал және тағы басқа кішігірім өзендер басталады. Мұнда ірі көлдердің түріне Алар, Балхаш жатады. Оңтүстік Қазақстанда қыста суық және жазда ыстық климат. Онда шөлдер, шөлейттер және таулар көп. Мәдени және табиғи ескерткіштер. Алтын емел бұл Қазақстанның ең ірі қорғалатын аумағы. Бұл себепті 1800 өсімдік түрі, қызыл кітапта 21 өсімдік түрі бар. Қызылорда облысының Асан-Ата кесенесі орналасқан. Асан-Ата кесенесі сәулет ескерткіші болып табылады. Бұл күмбез құрылымы. Ол пісірілген кірпіштен жасалған. Көрікті жерлер Есі көлі Қазақстанның ең жоғары көлі. Биіктігі 1800. Оңтүстік Қазақстан облысы өзінің тарихи ескерткіштерімен кене кесенелермен ежелгі елді мекендер мен жерлеу орындарымен ежелгі қалаларды бекіністер
бекіністермен танымал Ибрагим Атай кенесі 18 ғасыр және Карашаш Ата 18 ғасыр деп аталатын ежелгі Спиджак қаласы. Табиғат қоры Аксу жабағы мемлекеттік табиғи қорығы бұл Қазақстанның бірінші табиғи қорығы. Олар ол жер көлемі бұл 131.934 гектардар. Онда қызыл кітаптан жануарлардың үш түрі бар. Мысалы қылшық, бұлхай. Және Алматы мемлекеттік табиғи қорығы бұл Қазақстанның Алматы облысындағы табиғи қорығы. Ол Иле Алатауының орталық бөлігінде орналасқан. Жер көлемі 71.700 гектар. Онда көп жануарлар мен өсімдіктер бар. Мысалы арқан, жайран, марал, барыс, селеусін және тағы басқа бар. Қазақ айтсын жұлдызы Ринат Саидов. Ринатпен айтсағын Мейірбек Сұлтанхан. Ал ақындар сәттілік. Ал енді балалар, біз бейнефильмде не туралы білдік? Бейнефильмде туралы. Айтыс туралы, Иә. Және бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы қандай? Айтыс. Бұл не? Өнер. Айтыс өнер. Жақсы. Ал айтыс деген? Айтыс бұл қазақ халқының ауыз әдебиеті бір жанры. Қазақ ауыз әдебиетінің, халық ауыз әдебиетінің бір жанры. Ал айтысқа қатысатын адамды қалай атайды? Айтысқа қатысатын адамды айтыскер атайды. Айтыскер деп атайды. Тамаша, жақсы. Сонда айтыс деген не? Тағы да тоқталып өтейікші. Ауыз әдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр. Топ алдында қолма-қол сорып салып айтылатын сөз сайысы жыр жарысы. Жақсы. Енді айтыстың келесі айтысқа қатысты сұрақтарға жауап беру үшін міне айтыстың мақсаты қандай, айтыстың ерекшеліктері қандай, айтыскер мен ақынның айырмашылығы қандай деген осы үш сұраққа жауап беру үшін біз қазір оқулықтағы мәтінмен жұмыс істейміз. Ал енді оқулықтағы мәтінмен жұмыс істегенде біз келесі критерийлер бойынша жұмыс істейміз. Ол критерийлер қандай? Әмір?
мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, мәтіннен негізгі ақпаратты анықтау, ауызша мәтіндер құрау, мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру. Бұл сабағымыздың критерийі. Осы критерийден ауытқымаймыз. Ал енді біз күнделікті мәтінмен жұмыс істеп жүрміз. Иә? Біздің қазіргі жұмыс істейтін мәтіндеріміз бірінші топ 107-ші беттегі 5-ші тапсырмамен жұмыс істейсіздер. Иә? Бұның алдарында параққа сырасында. Ал енді екінші топ 111-ші беттегі 3-ші тапсырманы ашамыз. Бұрылып отырыңыздар. Ал енді тағы да бір рет мәтінмен жұмыс істеу қандай тәртіп бойынша жүреді, соған тоқталып кетсек. Кім айтады? Мәтінмен жұмыста біз не істеуіміз керек? Бізде оның күнделікті қадамдары бар. Қандай? Тақырыбы, негізгі ойы және тірек сөздер. Не істейміз оны? Кластерге түсіреміз, сосын тағы не істейміз? Жауап береміз, сұрақтар ең бірінші не істеуіміз керек? Құрастырамыз. Бірінші топ, екінші топқа құрастырасыздар, өздеріңіз әңгімелегеннен кейін, ал екінші топ, бірінші топқа арналған сұрақтар құрастырамыз. Сондықтан да мұқият жұмыс істеу керекпіз. Жақсы. Ал бастаймыз. Söz Türkistan'ı yazarız. Егер дайын болсақ, кластерге түсіріп дайын болсақ, енді бірінші топтың спикері екінші топқа барады, екінші топтың спикері бірінші топқа барады. Мұнан кім барады? Ауысамыз? Мен да. Дайындаған кластер бойынша. Ақындар айтыз, бәдік айтыз, жар айтыз, жануарлар мен адам айтыз, жұмбақ айтыз, өлі мен тірінің айтысы, және қыз бен жігіт айтыз. Ақындар айтыз, ең қарапайым айтысы, екі айтыскер арасында қыз бен жігіт айтысы, қыз бен жігіт арасында айтыс.
ұйқасқан өлең ғана емес, көркемсөз бейнелеу ойға құрылған жауап. Айтыста әдептілік сақталады. Айтыстың ең маңызды ерекшелігі шындық көзімен айтылады. Сонда адамдар еңбек өтінде шақырады. Жар айтыс ол қыз ұзату жақсы болдық па? Егер түсіндіріп болсаңдар, енді спикерлер өз орындарына қарады, иә? Өз орындарына қарадыңыз. Ал енді әр топ біз не істеуіміз керек еді? Келесі сұрақтар қарастырып. Қазір өздеріңіздің әңгімелегендеріңіз бойынша бірінші топқа, екінші топ сұрақтайды дейсіздер, ал бірінші топ, екінші топқа сұрақ қарастырасыздар. Әңгімелеген мәтін бойынша. Не туралы әңгімеледі сол бойынша. Сізде сұрақтарыңыз. Мазмұны бойынша бір 3-4 сұрақ құрасаңыздар. Ал енді байқасам болып қалдыңыздар, иә? Ал енді бірінші сұрақты бірінші топ қояйық. Ал сұрақтарыңыз? Айтыс деген не? Кім жауап береді? Кім жауап береді? Айтыс бұл қазақ халқының ауыз әдебиетінің бір жанры. Келесі сұрақ. Айтыс қалай айтылады? Айтыс музыкалық аспабымен айтады. Сүйемелдеп, иә? Сүйемелдеп айтады. Сүйемелдеумен. Жақсы. Келесі тағы сұрақ бар ма? Айтыста не сақталады? Әнеден басқа кім айтады? Айтыста не сақталады? Әдептілік сақталады. Әрине, міндетті түрде айтысқанда әдептілік сақтаймыз, сосын. Қандай болды ма? Сұрақ жоқ па? Жақсы. Екінші топтың сұрақтары бірінші топқа қандай? Қазақ халқының қандай айтыс, ең көне айтыс? Мәдік айтыс. Өлең мен түрінің айтысы ерекшелігі қандай? Бұл айтыс адамның қайғы қасіреті Келесі сұрақ.
жар айтысы қайда айтылған? Сұрақ түсінікті ме? Тойда айтылған. Қандай тойда? Үйлену тойында. Бар ма тағы сұрақ? Ал енді сұрақ жоқ болса, қазір бірінші топ, екінші топты бағалайды жұмысын мәтінмен, ал енді екінші топ бірінші топтың жұмысын бағалайды. Ақылдасып, қандай баға бересіздер? Шешіп алыңыздар. Ал жазып алыңыздар. Қандай баға бересіздер? Келісіп. Мұқият боламыз. Не үшін? Қандай баға береміз? Қалай бағалаймыз? Жоғары. Иә, жоғары. Критерийлерге қараңдар. Критерийлер бойынша, қазір критерийлерге міне, жетісті критерийлерді ұмытпаймыз сабақ барысында. Жетті, жетті. Дәлелі бар, е? Түсінік бар, е? Жақсы. Неге тоқталдар? Байлаймыз. Нақты сұраққа жауап беру. Нақты жауап. Ал, дайын болсаңыздар, және бірінші топ бастады, енді екінші топ. Бірінші топқа беретін бағаларыңыз қандай? Не жаздыңыздар? Бірінші топтың жауабына жоғары балл. Біз жоғары балл қоямыз. Себебі олар біздің сұрақтарға толық жауап берді және мазмұнын толық түсіндірді. Жақсы, өте тамаша. Ал енді бірінші топ, екінші топ қалай жұмыс істеді? Екінші топтың жауабы толық болды. Себебі олар барлық критериялар қамтылған. Олардың жауабында барлық критериялар қамтылды. Жақсы. Олай болатын болса, енді мен сіздердің назарларыңызды келесі, айттым ғой жаңа сабақтың басында айттым, келесі 3 сұраққа аударып бердім. Бұл менің кері байланысым. Айтыстың мақсаты қандай? Айтыстың мақсаты қоғамдағы өзекті мәселелерде көтеру. Жақсы. Ал енді айтыстың қандай ерекшеліктері бар? Музыкалық және поэзиялық суырып салма өнер. Суырып салма өнер, жақсы, тамаша. Ал айтыскер мен ақынның айырмашылығы қандай? Айтыскер дайындықсыз өз өлеңдерін айтады, ал ақын бірнеше уақыт өлеңдерін жазады. Жазуы мүмкін, жақсы. Олай болатын болса, біз енді сендермен рефлексия береміз. Енді мына алдарында мынандай парақтар жатыр. Бұл парақта аяқталмаған ой. Сол аяқталмаған ойды сіздер аяқтайсыздар. Маған не қиын болды? Мен нені түсіндім? Мен не үйрендім? Және мені не таңғалдырды? Осыған жауап береміз. Сұраққа. Жауап береміз.
Болды ма? Жақсы. Ал енді Лиза оқышы, не жаздың? Маған терминдер кейбір сөздерген болды. Мен әдет музыкалық поэзиялық өнер екендіге түсіндім. Мен мұқият тыңдауды үйрендім. Мен айтыс өнері таңғалдырады. Ал сені айтыс өнері таңғалдырды. Ал Амир, сен не жаздың? Маған ештеңе қиын болған жоқ. Мен сорып салма өнер екендігін түсіндім. Мен сұрақтарға нақты айту үйрендім. Мені айтыскерлер дайындықсыз өлең айтуы таңғалдырды. Ал Диана? Саған не қиын болды? Не қиын болды? Не қиын болды? Кім айтады? Жақсы. Оны тағы да жазасыздар. Ал енді осымен біз жұмысымызды тәмамдап қалдық, иә? Бүгін мәтінмен жұмыс дегенде біз әжептәуір сұрақтарға жауап бердік. Енді үй тапсырмасы осы мәтіндермен тағы толықтырып, мәтіннің мазмұнын әңгімелеп келдік. Түсінікті ме?